Сәлем достар, сіздермен бірге Асик. Бүгін біз хоррор кейстік ойнаймыз. Бұл трэш ойын және күлкілі және қызықты хоррор. Бұл Гренни сияқты ойын, бірақ Гренниден қарағанда бұл мынау деген кәдімгі қуғынбай сүй бола ма бірдеңе. Ал кеттік, бастайық. Біз изимен ойнаймыз, конечно. Хаус 1. Если бұл ойынды өт десеңіздер, конечно өтемін. Бұл Гренни вообще прикол, прикол. Ай да. Жоғарыға көтерілейік. Қызық болса если видеоға лайк. Ой, бля. Чё там, братан? Ай, бля. Жыртылып қалдық па? Сүй балама, ё-ё. Чё за прикол мынау? Ой, бля. Ай, бля. Жыртылып атмыш. Сүй бала берді ғой мынау таврио. Ой. Так, бетін яқтан кіріп кетейік. Так, прикол хоррор негізі бұл ойында. Так, тығылатын жерде жоқ, ё-моё. Ой, ұлымашы. Ой, бля, ой, бля. Так, жарайды. Так. Сейіп алма, ойба, қаш. Ай, бля. Ой, бля, жұртылып қалды. Неше күн екен мына ойында соғысып қалып тұр ма? Так, ойбай. Братан, сүйме, менің қатыным бар есейші. Ой, мына. Кеттік ал. 5-ші күн. Не бар екен? Үйіңнің бычытын шығарам мен қазір. Кет бір. Ай, бля, чё фигня? Қой, мына ойынды өту деген чё фигня? Ой, бля. Қой, мынаны өту деген невозможно шығар. Просто ойнаймын мен ойында. Өту деген ойымда вообще жоқ. Мына таста. Так. Менің қатыным бар, сен мені сүйуге міндеттемедсің есейші. Дейін ақыр. What?
Ай, атырадай мыналар. Жарайды достар, видео ұнаса лайк және не істейміз. Мынау бір пожарниктердің дауысынан болмайды екен, мына итті айтамын. Жарайды, мына қызық ойын енді. Если видео қысқа болса ренжімеңіздер. Если видео ұнаса лайк, если мына өт десеңіздер, конечно, комментарий жазып кетеміз. Короче, пока-пока.